Сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз өте керемет болып шығатын ұлттық біздің Наурыз мейрамымызға қарсы әзірленетін 7 түрлі тағамнан жасалатын Наурыз көже әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достар, кез келген сұрақтарыңызды комментарийге жазып қойып берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Бізге қажетті ингредиенттер ол тары, жүгері, бидай, күріш, құрт, айран және де жылқының сүрленген еті менен қазы болады. Ең алдыменен осы қазы менен етімізді суық суға салып, жақсылап 2,5-3 сағатқа қойып қайнатып аламыз. Толығымен қайнап піскеннен кейін осылай өзімізге көжеге, Наурыз көжемізге қосатын мөлшерін алып, майдалап турап әзірлеп қоятын боламыз. Достар, кейбіреулері қазына ірі күйінде салады, ал мен болсам оны майдалап турауды жөн көрдім. Мінекей достар, дәл видеодағыдай етіп барлығын майдалап турап шықтым. Етіміз дайын болғаннан кейін мен жүгеріні, бидайды және де күрішті ыстық қайнаған суға салып 40 минутқа қойып бұқтырып жібітіп алдым. Және де одан кейін оны салқын суға жуып 2-3 қайтара тазартып алған болатынмын. Енді осылай тазартылған бидай менен жүгеріні таза ыдысымызға салып, оның үстіне біздің етіміз қайнаған сорпаны жақсылап сүзіп, үстіне құятын боламыз. Мінекей достар, біздің қайнаған сорпамыздың үстіне бидай менен жүгеріні осылай салып, 40-45 минутқа қайнатамыз. Қайнаған 40-45 минут қайнатып, оның үстіне ендігі кезекте осылай күрішімізді саламыз. Оны да тағы да 5 минутқа қайнатамыз. Одан кейін оның үстіне осылай біздің дайын болып тұрған майдалап туралған еті мен қазымызды осылай салып, тағы да жақсылап қайнатамыз. Қараңыздаршы, бүкіл еттің, бидайдың, жүгерінің барлығының маңызы сорпасына шығып, өте керемет болып тұр. Мінекей достар, біздің қайнап тұрған ыстық сорпамыздың үстіне біздің жібіп тұрған құртымызды осылай майдалап езіп, жақсылап езіп, үстіне қосатын боламыз. Достар, егер де Наурыз көжеге әлі де құрт қосып жасап көрмеген болсаңыздар, дәл осы рецепт бойынша жасауды сіздерге ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Тоқтаусыз шебергің келеді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ендігі кезекте біздің осы сорпамыздың үстіне айран қосуымыз қажет. Ол үшін біздің сорпамыз қатты қайнап тұрмаған, ыссы болып тұрмаған, кішкене суыған күйінде қосу керек. Себебі егер қатты қайнаған сорпаның үстіне айранды бірден қосатын болсаңыз, айран іріп кетуі мүмкін. Сол себепті кішкене суыған сорпаның үстіне осылай араластыра отыра сорпасына бірге біріктіретін боламыз. Достар, біздің Наурыз көжеміз әзір болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді ашатын, дәмі деген аузыңда еритін керемет болып шығады. Сіздерге толық қоспасын астына описанияға жаза кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Достар, астарыңыз дәмді болсын. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Және де кез келген сұрақтарыңызды комментарийге қойсаңыздар болады. Достар, келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.